мамаға келдім. Кіретін жан емес. Короче, бүгін завтраққа барған жоқпын. Асқазаным тым деп тұрған. Қазір ғана қарным ашып жеп отыр. Мамалар завтраққа барып. Сонымен бүгін біз фикс прайсқа барайық деп жатырмыз. Ертең уже бізде соңғы күн. Қолым сәл босамағаннан кейін мамаға беріп қойдым баланы 5 минутқа. Уайымдамаңыздар, мама демалып жатыр. Міне ақталмасақ болмайды қазір. Фикс прайсқа барамыз. Бүгін керекті жарақты тағы да алынбай қалған заттарымызды алуға барып жатырмыз. Кстати, Египетке келсеңіздер, базардан емес, именно фикс прайстан алғандарыңыз дұрыс. Өйткені фикс прайстағы бағалар жақсы екен. Жаңа күн бірінші күні келе салып базардан алғанбыз ғой барлығын. Содан бота звондап жатыр ғой. Ей, фикс прайстан алмайсың ба? Су тегін сол жақта деп. Hello. 20 cents. Такси заказ бердік. Кстати, бұл жерде индрайвер істейді. Индрайвер вообще өте арзан тоже. Hello. Багажник ашық па? Нарықта бір базарчик сияқты ма, бір нәрселер бар екен. Ау жерден тұр. Фикс маркет, фикс прайс деп. Осыған бара жатырмыз. Сол қазір. Османды қайқа тастап кеттіңдер деп жүрмеңіздер, мені коляскада келе жатыр. А то ана күні бір видеода Осман сүйреп келсем, Османды жалғыз тастап кеттіңіз ба деп жүрген ғой. Ақталып өлетін болдық қой құрсын. Каждый затымызды айрас тастап кетті деп айтты. Сол, короче. Ерасылды тастап кеттік, Ерасыл өзім қалам деді. Қалған. Я қалдырғаным жақсы болдың, машина такси заказ берсек, оказывается, сыймайды екен ол бәрібір. Білгендей қалыпты. Мама шляпасын киіп алып барғаннан кейін бәрібір маған ештеңе бермейсің деді ғой. Күдерін шықты ғой. Иә, Ерасыл бетіне бармайсың ба не десем. Мен барғанмен, ты все равно мне ничего не купишь дейді. Шаршады. Дұрыс, баланы еркелетуге де болмайды. Барғысы келді, просто шаршады. Демалғысы келді, демалсын. Ол просто күтті андай. Нет, я тебе все куплю деп айтам деген күтті да. Мен оны айтпай қойдым да, қалсаң қал дедім. Баланы еркелете бермеймін мен. Негізі. Бір уақыт демалды деді жатыр. Я ана күні не алып бердім ғой велосипед. Сөйтсем. Аха, осы екен. Мамам алдында айтады ғой, бұлардың бәрі ағылшынша сөйлесе түсінбей қаламыз десек, бәрі орысша біледі екен ғой дейді ғой. Вот осылай міне. Екі қызға екі чемоданды беріп қойдық. Оф деп шығып баратырмыз. Риза болдық, в общем. Алатын затымыздың барлығын алдық. Бәрі осы магазинде бар екен. И бағасынан да өте жақсы екен. Сол, в общем, риза болып келатырық. Чай не дейді? Естідіңіз ба? Қытайсыңдар ма дейді. Қайырлы күн, баршаңызға қалайсыздар? Енді бүгін мен мектептің жұмысымен жүрдім кішкене, енді уже скоро мектеп сабақ басталады, содан кейін қарастырып жатырмын енді Алматыда қай мектеп дұрыс деген сияқты. И варианттардан бір частный мектеппен де государственныймен де сөйлестім. Государственный нолевой жоқ екен көбісінде. Ал Асылхан уже 5-те қойды, нолевойға барады, анау 2-ші классқа барады уже. Сонымен частный мектепті көріп келдім, бірақ ол жақ кішкене алыс болып тұр. Сол жаққа көшу керек болып тұр да, оған беретін болсам ол мектепке. И соң ойлап отырмын, қалай қылсам болады. Аяқта 9-дан кешкі 4:30-ға дейін екен. Соны кішкене қалай қылса болады екен деп жатқаным бар енді. Асылхан, не істеп Не істеп қайқа болса істеп жатсың, Мансұр? Мен Төбелесем демесе мен? Сенші? Мам, қызық қол ондай. Тәтіппен төбелесем. Төбелесін деп тұрған жоқ па, Асылхан? Асқан бет тұрады да, мынаны рақтырам. Чық дейді. Жөні ме? Асылхан төбелеспен дейді ғой, Мансұр саған. Ой, не ойым?
Birinchi klassda ne öğrendin sen? Esinde mi? Esinde mi? Ne öğrendin? Ne öğrendin? Sabah okup. Kaylap derdin? Ne? Çiğ A, B, F, G, H, D, J, V, I, K. Mına yerde әні ұмытып кетіпсіңдер адан кейін ә бар ғой. Мына кім бояды? Ben. Сен боядың ба? Иә. Күшті бояды екенсің ғой. Бірақ менікі Майнкрафт қой. Жақсы бояпсың ғой сен, әдемі қылып. Қарашы. Сен Человек-паук жақсы көресің, е? Я мен Майнкрафт. Кәдімгі қазір сен кім көрсетейін. Менікі вудып тастады. Менікі де вудып тастады. Сенікі мынау не сонда? Мен Майнкрафт қой. Майнкрафт дейді? Ана. Кәм көрсетші ашып қандай қояғанды көрейін. Міне. Мына ағашпен жасалған ғой. Сосын Міне. мынаны күшті бояпсың, ә? Мынаны күшті бояпсың, яркий свет. Мен мынандай түсінбеймін. Человек-паукты білем енді. Бірақ мынаны білмейді екенмін. Терезеден көріп